Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сонау ғасырлардан сыр шерткен, көне Тараз қаласының жүрегінде орналасқан Қарахан кесенесінің алдында тұрмыз. Рухани сапардың кезекті шығарылымы дәл осы тарихи нысан туралы болады. Ендеше кеттік. Қарахан кесенесі 11-12 ғасырларда Қарахан мемлекетінің билеушісі Шәуліктің құрметіне салынған деген болжам бар. Аңыз бойынша Шәулік сұлу Айша бибінің қазасынан қатты күйініп, оның рухына арнап осындай ғажайып кесене тұрғызған екен. Екі кесене орналасқан, Қарахан кесенесі және Дәуітбек ата кесенесі. Қарахан кесенесіне келетін болсақ, бұл жерде жаңағы Қараханның өзі жерленген. Кесене 11-12 ғасырға мерзімделеді және кесененің маңдайшасына назар аударсаңыздар, қалима сөздер жазылған. Арабшадан аударғанда Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген мағынаны білдіреді. Дегенмен тарихшылардың пікірінше бұл кесене Шәуліктің өзіне арналып салынған болуы да мүмкін. Қалай болғанда да бұл құрылыс сол дәуірдің шеберлігі мен талғамын айқын көрсетеді. Кесенеге қараңыздаршы, бір сол қалпын сақтап тұрған іспетті. Дегенмен де бұл бірнеше рет қирап, кейіннен қайтадан реставрациялық жұмыстар жүргізілген, қайта қалпына келтірілген. Қарахан кесенесі бір ғана тұлғаны емес, сонау Қарахан дәуірінің мемлекетінің өркениеті мен мәдениетінің символы іспетті. Біз осы арқылы сонау ғасырлардың тереңіне үңілгендей боламыз. Көне Тараз саябағында 4000-ға жуық құнды да бірегей жәдігерлер табылды. Және де 2 көмбе табылды. Қараңыздар, міне. Бірінші көмбеде алтыннан және күмістен жасалған әшекей бұйымдар табылды, әйел адамның. Ал екінші көмбеде осындай тиындар жиынтығы. Ішінде Қарахан тиындар бар, түргеш, Қытай тиындар табылған екен. Енді мына жаққа назар аударсаңыздар, бұл жақта бізде сынап көзелер моншаның жанынан табылды. Осындай сынап көзелер. Бұл жаққа жаңағы эфир майларын, дәрі-дәрмектер, иіс сулар, сондай сұйықтықтар құйғанға арналған осындай кішкентай ыдыстар болған. Әртүрлі размерде. Енді келесі немізде қараңыздар, шырағдандар, білесіздер, майшам дейді ғой. Ішіне май құйып, ешкінің жүнін салып, сөйтіп жағатын болған. Бөлмеден бөлмеге осындай шырағдандармен жүретін болған. Астында тұрғандар құмыралар, су құйғыштар. Және де келесі немізде осындай табақшалар әртүрлі. Байқасаңыздар, қандай әдемі, біздің заманымызға дейін жеткен. Қараңыздар, ата-бабаларымыз әдемілікті өте сүйетін болған. Табиғи, жаңа өсімдіктерден табиғи бояу алатын болған ғой. Осындай табиғи жолмен боялған. Және де стекло көріп тұрсыздар ма, шыны ыдысты. Соны балқытқан кезде глазур пайда болады екен. Соның бәрінің сыртында глазурленген, сырланған көріп тұрсыздар ма, жып-жылтыр болып тұр. Әлі жап-жаңа секілді. Тараз археологиялық саябағынан табылған осындай біздің құмыраларымыз қыш ыдыстан жасалынған, күйдірілген. Және де мына жерде қазандары байқасаңыздар күйлерінде сақталынған. Яғни ол Аха. Сол күйді сол. Күйісі жақа, сол оригинал аха сақталған. Бұндай су құбырлары 11-12 ғасырға мерзімделеді. Күйдірілген қыштан жасалынған. Және де байқасаңыздар, бас жағы жуан, аяқ жағы жіңішке болып келеді. Пазл іспеттес бір-біріне киілетін болған. Егер де бір бөлігі сынып қалса, қиындықсыз ауыстыруға болатындай етіп жасалынған екен. Бұл жерден Талас өзенінен ағатын тек қана ішетін таза су ағатын болған. Күйдірілген кірпіштен қаланған бұл ғимараттың әрбір бөлшегінде сол заманның тынысы сезіледі. Назарларыңызды мына ою-өрнектерге аударыңыздаршы. Геометриялық фигуралар мен әсем жазулар шеберлікпен өрілген. Бұл тек сәндік элементтер ғана емес, сонымен қатар сол дәуірдің дүниетанымы мен эстетикалық талғамын көрсететін кодтар іспетті. Шын есімі ұлық Білге Игбалхан Дәуітбек болған екен. Бұл кісі жаңағы Моңғол шапқыншылығы кезіндегі түркілік қолбасшысы болған. Және де бұл кісі қала мен қылыштың иесі болған деп атап кетеді ел аузында. Және де ішінде қабірі тұр, тасты жазулары бар. Жаны таза, адамдардың жаны шыры болған екен бұл кісі.
Қарахан кесенесі 1906 жылы қайта салынған. Жаңа құрылысты сол кездегі Ташкент ишаны Саид Баханов қаржыландырған. Кесененің дәл алдында 9 құмалақ тасы қойылған. Деректерге сүйенсек, 19 ғасырда қашалған тас Талас ауданынан табылған. Кейінгі салынған тарихи нысан алғашқысына ұқсамайды. Қарахан кесенесіне келетін туристер саны да жылдан жылға көбейіп келеді. Құрметті көрермен, көне Тараз шаһарының інжу маржаны Қарахан кесенесі туралы айттық. Біз бұл кесенеге қарап, өткенімізден сабақ алып, бүгінімізді бағамдап, келешегімізге нық сеніммен қараймыз. Неге? Себебі бұл жерде Қарахан дәуірі орнаған кезде рухани әлемнің жаңа тынысы ашылған еді. Тарихымызды ұмытпайық, һәм мәдени мұраларымызды ұлықтайық. Сау болыңыздар.